Оразада қанша парыз бар? Оразаның 3 парызы бар. 3 парызы бар. Ниет, уақыт, тыйылу да. Тыйылу деген бізде не бар? Алла тағала айтып жатыр: "Ла алейкум таттақун". Ораза ұстаңдар, мүмкін сендер тақуалыққа қол жеткізесіңдер. Неге біз оразадан шыққаннан кейін баяғы байғожаның таяғы болып жүрміз әлі? Неге өзгере алмай жатыр? Сөйтсек біз оразаны былай ұстаймыз. Біз асқазанды ораза қыламыз. Тыйылу деген нәрсе бар ғой, тыйылу тек ауызды тыю емес еді. Бізде білімсіз осыған жеткізді. Көзің тыйылу керек еді, құлағың тыйылу керек еді, өсектен тыйылу керек еді, ғайбаттан тыйылу керек еді, өтіріктен тыйылу керек еді, харамға қараудан тыйылу керек еді, харамды тыңдаудан тыйылу керек еді, өсекті тыңдаудан тыйылу керек еді. Пайғамбар салсам не деді? Пайғамбар салсам айтты ғой, кейбір адамдардың оразасы әшейін аш жүргеннен басқа еш нәрсе емес деген бар ма? Осын неге ойламаймыз? Сонда ол не айтып жатыр деп неге ойламаймыз?